Қайырлы күн, құрметті қоғамдық жиналуға қатысушылар. Құрметті қатысушылар, 2021 жылғы 3 тамыздағы номер 286 қоғамдық жиналуды өткізу қағидаларының екінші тарауы 22 тармағына сәйкес тиісті әкімшілік аумақтық бірліктің жергілікті атқарушы органы қоғамдық тыңдаулардың барлық барысында бейне және аудиожазбаны қамтамасыз етеді. Көріп отырғандарыңыздай, залда бейне жазба жасау құралдар орнатылған, түсірім нәтижелі тыңдаулар хаттамасына қосылатын болады. Сондай-ақ қағидалардың 20 тармағына сәйкес тиісті әкімшілік аумақтық бірліктің жергілікті атқарушы органының немесе әзірлеуші мемлекеттік органның өкілі қоғамдық тыңдаулар қатысушыларын жеке басын куәландыратын құжат арқылы тіркейді. Осыған байланысты барлық қатысушыларды жеке басын куәландыру құжатпен тіркеуден шақырамын. Тіркелді ғой? Иә, тіркелді. Қоғам тыңдаулар хаттамасының тіркеу парағына өзіңіздің тегіңізді, атыңызды, әкеңіздің атын, телефон нөмірін көрсетіп, қол қоюды сұраймын. Құрметті қатысушылар, экология заңнамасының талаптарына сәйкес қоғамдық тыңдаулар қоршаған ортаға және азаматтардың денсаулығына тікелей әсер етуі мүмкін жобалар бойынша өткізіледі. Бүгінгі қоғамдық тыңдауларда Тағанекі, Гентанит, Саз кен орнын игеру арналған тау-кен жұмыстарының жоспарына ықтимал әсерлер туралы есеп беріп материалдар қаралуда. Құрметті қатысушылар, тыңдаулар қойылатын міндетті талаптарды талқылайық. Қағидалардың 20 тармағына сәйкес аумағында қоғамдық тыңдаулар өткізіліп жатқан тиісті әкімшілік аумақтық бірлік әкім аппараты өкілінің төрағалығымен өткізіледі. Білдіріледі. Жергілікті жерде Ақжар ауылдық округінің әкімі Ниязбек Дәуітбек Қорғауұлы. Мен ауылдың әкімі, білесіздер. Сонымен қатар бүгінгі қоғамдық тыңдауға міне аудан әкім орынбасары Қызық Марат Нигметоллаев қатысып отыр. Сонымен қатар тыңдаулар алдында қоғамдық тыңдаулардың қатысушысы сайланады. Ол қатысушылардың қарапайым көпшілігінің дауысы арқылы таңдалады. Бүгінгі қоғамдық тыңдаулардың қатысушысында элемент жшс өкілі Әлия Аларузан кандидатурасын ұсынамын. Сіз ғой, қол көтеріп дауыс берулеріңізді сұраймын. Қатысшы болуға. Қатысы қалыс қалған жоқ, бір ауыздан. Құрметті қатысушылар, бүгінгі тыңдаулардың келесі регламентін бекітіп ұсынамын. Қоғамдық тыңдауларға қатысушылар тіркеу, жеке басын куәландыру құжаттарын ұсыну. Менің түсінше біз тіркеуден өтіп қойдық. Тіркелмегендер болса тіркеулерін сұраймыз. Қоғамдық тыңдауларды ашу, бұны да жасадық. Жоспарланған қызмет туралы баяндама тыңдау. Оған орташа есеппен 15 минут уақыт берейік. Келесіздер ғой? Иә. Баяндаманы талқылау жүргізіп 20 минут талқылау жүргізуді ұсынамын. Одан кейін баяндамашыларға қоғамдық тыңдаулар қатысушылардың ескертулері мен ұсыныстары тыңдалады. Баяндамашылар өз кезегінде қатысушылардың ескертулері мен ұсыныстарына жауап береді. Баяндамашы қорытынды жасау шамамен 5 минут. Қол көтеріп дауыс берулеріңізді сұраймын. Қарсы қалыс қалған жоқ, бір ауылдан. Қоғамдық тыңдаулар қорытындылары бойынша жобалау материалдарынан берілген барлық ескертулердің ұсынымдарды қамтитын қоғамдық тыңдаулар хаттамасы жасалады. Хаттаманы бірыңғай экология порталының сайтынан көре аласыздар. Енді қоғамдық тыңдауларды бастайық. Көзделіп отырған қызметпен және қабылданған жобалық шешімдермен танысу үшін баяндамашыға сөз берейік. Құрметті қоғамдық тыңдау қатысушылар, бүгінгі талқылаудың күн тәртібі Тағанекі Гентанит Саз кен орнын игерудің тау-кен жұмыстары жоспарына ықтимал әсер ету туралы жобасы. Әкімшілік тұрғыдан Тағанекі кен орны Шығыс Қазақстан облысының Тарбағатай ауданында Жаңалық ауылынан шығысқа қарай 4,5 км жерде, Өскемен қаласынан шығысқа қарай 420 км қашықтықта орналасқан. Тарбағатай ауданының әкімшілік орталығы Ақсуат ауылы кен орнынан батысқа қарай 75 км жерде орналасқан. Бұл слайдта 2026 жылдан бастап 2035 жылдарға арналған карьерді игерудің өндірістік бағдарламасы көрсетілген. Кен орнын игеру ашық тәсілмен карьер қалыптастыру, аршынды жұмыстар, және сайлау қазбаны кезең-кезеңмен алу ашылуы жоспарлануда. Техникалық тапсырма мен жоспарлау қажеттілікке сәйкес жылдық өндіру көлемі 1,2 мың текше метрді құрайды.
он жылдағы жалпы өндіру көлемі 12,8 шамамен 20 мың тоннаға жетті. 2036 жылғы жағдай бойынша қалдық қор көлемі 1 миллион 330 мың текше метрдің 1 миллион 319 мың текше метр құрайды. Осылайша жоба қорларды қарқынды сатусыз тексерумен және салықты игеруді қарастырады. Жылдық өндіру көлемі түзету мүмкіндігі сақталады. 2026-35 жылдар аралығындағы аршынды жұмыстар көлемі 14 мың текше метр немесе шамамен 25 мың тоннаны құрайды. Жылдық аршу көлемі 1,4 мың текше метр. 2036 жылы аршынды жұмыстардың қалдық көлемі 1 миллион 294 мың текше метрдің 1 миллион 280 мың текше метр құрайды. Осылайша жоба тұрақты өндірістік жүргізумен ұзақ мерзімді пайдалану кезеңімен және ашық әдіспен минералдық шикізат базасын ұтымды пайдаланумен сипатталады. Жобаны іске асыру барысында атмосфералық ауаға негізгі әсер дизель отынымен жұмыс істейтін жылжымалы арнайы техника мен автокөліктерді пайдалануда, сондай-ақ тау-кен жұмыстары кезінде шаң түзелуімен туындайды. Шығарындылар өздері жылжымалы сипатта және табиғи емес, сондықтан ластаушы заттардың тұрақты шоғырлану аймақтары қалыптаспайды. Қолданылатын техниканың саны шектеулі, бұл ықтимал әсер ең төмендетеді. Атмосфералық ауаға әсерді азайту мақсатында қозғалтқыштардың техникалық жағдайын және шығарындылардың оқытылған тұрақты бақылау, сапалы жанар-жағармай материалдарын пайдалану, аямай беру жүйесін уақытылы реттеу, көлік қозғалысын оңтайлы ұйымдастыру және бос жүрістегі жұмыс уақытын қысқарту шаралар қарастырылған. Қазу жұмыстары кезеңді шаң басу суары арқылы жүзеге асырылады. Жоба стационарлық шығарындылар көздерін ағынды суларды қоршаған ортаға төгуді және қалдықтарды өз аумағында жинақтауды қарастырмайды. Атмосфераға шығарындылар үшін төлем нақты пайдаланылған отын көлеміне сәйкес есептеледі. Осылайша қабылданған техникалық шешімдер мен табиғи жағдайларды ескере отырып, атмосфералық ауаға әсер жергілікті және рұқсат етілген деңгейде бағаланады. Жобаны іске асыру барысында қалдықтардың түзілуі шектеулі және бақыланатын сипатта болады. Негізгі өндірістік қалдық карьерді жіберу кезінде пайда болатын аршынды жұмыстар. Олардың көлемі жылына шамамен 4 мың тоннаны құрайды. Аршынды жұмыстар тек сыртқы үйінділерге орналастырылады. Карьер ішінде үйінді жасауға жол берілмейді. Себебі карьер астында әлеуетті пайдалы қазба қорлары болуы мүмкін. Аршынды жұмыстардың бір бөлігі кәсіпорын қажеттілігінің үшін пайдаланылады. Тұрмыстық қатты қалдықтар персоналдың тіршілік әрекеті нәтижесінде түзіледі. Қызметкерлер саны 8 адам болған жағдайда ТКК жылдық көлемі 0,6 тонна құрайды. Бұл қалдықтар қауіпті емес санатқа жатады. Көлік құралдарын жөндеу мамандырылған сервистік стационарларда жүргізіледі. Сондықтан техникалық қызмет көрсетумен байланысты қалдықтар кен орнында үзілмейді. Қалдықтарды басқару жүйесі олар бөлек жинауда, арнайы жабдықталған алаңдарда уақытша сақтауды және шарт негізінде мамандырылған ұйымдарға тапсыруды қарастырылады. Кәсіпорынның өз полигоны жоқ. 2026-2035 жылдарға арналған қалдықтарды жинақтау лимиті бойынша жылына 0,6 тоннаны құрайды. Қауіпті қалдықтар түзілмейді. Қазақстан Республикасының экологиялық кодексінің 335 бабына сәйкес кәсіпорын бірінші санаттағы объект болғандықтан қалдықтарды басқару бағдарламасы әзірленеді. Осылайша қалдықтардың қоршаған ортаға әсері минималды және толық басқарылатын деп бағаланады.
Ауыз су тағар екі учаскесінен солтүстікке қарай 800 метр жерде орналасқан бұлақтан тасымалданады. Бұлақтың шығу аймағындағы жалпы дебиті 9,7 литр секундке құрайды. Тәуліктік су алу көлемі оның жалпы дебитінің 3,2% ғана құрайды және сапу әсерін туғызбайды. Кен орнында техникалық су қажет етілмейді. Тек шаң басу мақсатында жылына 15,557 куб көлемінде пайдаланылады. Жоба аясында жер үсті және жер асты суларына теріс әсердің алдын алуға бағытталған шаралар кешені қарастырылған. Ағынды су объектілеріне жол берілмейді. Жаңа шағылмай материалдарын арнайы жабдықталған орындарда сақтау және құю қарастырылған. Бұл мұнай өнімдерінің топырақ пен жер асты суларына түсуін болдырмайды. Су қоры жерінде уәкілетті органның келісімінсіз кез келген қызмет түрінде жол берілмейді. Осы шаралар су ресурстарына әсер ету тәуекелдерін барынша азайтады. Жобаны іске асыру барысында қоршаған ортаға әсерді барынша азайтуға бағытталған табиғат қорғау шаралары кешені қарастырылған. Шаңның таралуын азайту мақсатында автожолдар мен шаң шығатын беттер тұрақты түрде суландырылады. Қалдықтар бөлек жиналып арнайы орындарда уақытша сақталады және мамандырылған ұйымдарға тапсырылады. Жанармай материалдары арнайы жабдықталған алаңдарда сақталады. Жұмыстар аяқталғаннан кейін бұзылған жерлер культивацияланады. Биоавторлықты қорғау қамтамасыз етіледі. Сирек кездесетін және қорғалатын түрлерге әсер етуге жол берілмейді. Шу мен дірі деңгейі бақыланады. Санитариялық қорғау аймағы талаптары сақталады. Атмосфералық ауа, топырақ және су объектілерінің жағдайына тұрақты экологиялық мониторинг жүргізіледі. Осы шаралар жобаның экологиялық қауіпсіздігін және Қазақстан Республикасы табиғат қорғау заңнамасына сәйкестігін қамтамасыз етеді. Жоба өңірге әлеуметтік экономикалық пайда әкеліп, жаңа жұмыс орындарын құруға және Тарбағатай ауданының дамуына ықпал етеді. Баяндама аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Енді орыс тілінде оқу қажет па? Орыс тілінде. Ал енді сұрақтарыңыз болса, ұсыныстарыңыз болса, сұрақ қойыңыздар. Тарбағатай ауданының орталығы Ақсуат емес, Ақжар ауылы. Ақжар ауылы, Тарбағатай ауданының орталығы. Кешіңіз. Ақжар. Уже олыққалы бір 4 жыл болды. Қанша? Ақсуат деген 4 жыл болды уже бөлініп. Ол то же самое Айбайская область, Восточно-Казахстанская область. Что там присутствовали в семье, сказали центр Ускаман. Тут людей тоже задевает, надо, первое. Бағана қанша адам жұмыс істедіңіз? 8 адам. Можно пояснить? Освобождение тогда можно больше? Переводчик. Когда месторождение находится в непосредственной близости от месторождения Таганское. Вот добывает компания. А на Таган-2 планируется открытым способом карьер максимальной глубиной 40 метров, без применения взрывных работ, и переработка не планируется, а планируется переработка, я так понимаю, как честно вы задавали, там, они же рядом, там, расположены друг, они продавали глину, получается, и они будут подвергнуты на глину. А у них что, договоренность какая-то есть уже? Не, мне, если, как вы говорите, компания как бы, то тут людям уже понятно. Мы эту компанию знаем, мы с ним работаем. И... Такой метод является разработчиком плана горных работ, плана ликвидации и согласования уполномоченного государственного органа и экологии на эти два проектных документа. И задачей разработки плана горных работ стояла такая, что был открытый барьер без применения биологических работ,
запасами самодельных защитных без переработки на месте на Каганбан, соответственно, продаваться, реализовывать в чистом виде, то есть с крыши скрываться, складироваться отдельно с ручной породой, а чисто бентонитовые глины уже в сыром виде продаваться, реализовываться, так сказать, без какой-либо переработки конкретно на юрлицов. Послушай, ешқандай шарт жұмыстар жүргізілмейді. Қажет болып егер келген саз отдельно завод құрылып, сол жер орта өндірілмейді, сазды алып сатамыз. Сонда жұмыс орны қандай ашылмайды ғой, только өздеріңіз қазып, өздеріңіз ашып. Қанша? 8 адам. 8 адам. Я думаю, что если месторождение находится 4,5 километра, если какая-то больше всего необходима, я думаю, по опыту работы компания связывается с Акимом, дает заявку. Ну, мы видим, как они связываются. Ну, это вот... Нет, приблизительно поняли, да? Алдында келген басқа Біздер қазір бар ғой, мына жақта бірнеше неменен жұмыс жасап жатыр. Мына жігіттер көбісі жерде жұмыс істеп жүр. Біз жағынан бізге рахмет, қосымша жұмыс орнын ашып жатқанда кетеміз. Жаңа өте аз адамды айтып отырсыз, 7-8 адам жұмыс істейді деген ол. Сіздердің ғана интерестеріңіз бар ма? Мына жақта тіркелу керек, біздің ең бірінші неменен. Салық осы жаққа төлену керек. Міндетті түрде. Осы жақта. олар уже разведка кезінде желательно тіркелетін. Разведканы біз даже естігенде жоқпыз, ана Ерлитос разведка жасап. Да, жарайды, разведкасын жасады, уже подтвердили запасы. Енді уже добыча апрельден басталады деп жазды. Жоба бойынша. Ну ладно, апрель, май, июнь, хоть майда басталса да. Хотя бы осы халыққа бірінші бізде, да, бірінші экология, табиғатымыз. Осы халықты бізді аудан басшы ретінде бірінші сұрағымыз сол. Екінші сұрағымыз, бізге ауданға, және сіз айтып отырсыз ғой, ауданға пайдасы деп. Ауданға қандай пайдасы? Бізге ол бірінші салық, екінші жұмыс орын, және осы жаңалық болса, осы жаңалыққа қандай көмек жасай алады, кроме рабочих мест, қандай да бір социальный вопростар болады. Бізде әр компания келген компаниялар бұрында, помните, пункт был. Заң бойынша пункт был. Қазір ол пунктта просто общее оговаривается. Социальные вопросы какие-то. Олар компаниялар бізге осы алдында келгендер сразу бізге айтатын, да, біз мынандай көмек жасай аламыз, біз бүйтеміз. Енді бәрі үйіпті қатты көмек жасамаса да, определенный көмек алуға келді. Және халқымызға жұмыс орны, және сол көмек болса, сол екінші вопрос бізде. Ең бізді мазалайтын сол вопростар. Ал бағана сізді түсіндім, что ол екеуі бір компания почти, бір сізде қазір жасап жатыр оны, өндіріп жатыр, алып жатыр, қазір заводтарын қойды, жұмыс орындарын ашып жатыр. Мыналар соларға параллельно жұмыс істемекші ғой. Бөлек болмайды. Олар только карьера болсында. Карьералап, соларға аналар жұмыс көрмей жатыр ғой өздері. Мыналар соларға ықтимал, былайша айтқанда бір компания болады ғой бәрі. Бізде мысалы готовый продукция шығарады ғой. Сізде готовый продукция. Сізде просто бағана маған бір жауап бергенде меня задело. Глина, что там перерабатывать? Глину можно еще много чего делать. Экологическое проектирование. Я знаю, что я могу сказать, что они сейчас осуществляют процедуру по переходу права недропользования, да, и ТОС и так далее. Просто оно сейчас в процессе, и мы заранее об этом говорить, это же не наши дела, но я так понимаю, так Бен приобретает первый ТОС, потому что разведка вся осуществлялась за счет конкретно. Да. Поэтому мы не можем об этом говорить, мы же не можем. Ну да, это поняли. Поэтому я думаю, что когда сейчас директор Подбенный в отпуске, и я думаю, что когда он приедет, вы уже говорите, обсудить социальные вопросы. Сейчас
переход права на добычу мы официально дадут, так как контракт на разведку, совмещенный добычу. Но чтобы на добычу дали официальное письмо проверить, то есть заниматься промышленностью, они должны вот все получить согласование проектных документов. И потом, да, потом они, получается, промышленную безопасность тоже проходит все параллельно. И потом они, конечно, приедут и сами разберут и это ответ на Хатпен сөйлестіңіз. Айдан айтып отырмыз ғой, бізге только проектте Ана. непосредственно начальник немелердің бәрі келген дұрыс болар, бізге бар ғой. Иә. Мына жаққа келіп осы жерде. Оны сөйтіп бағанағы Мына жақта жұмыс істегеннен кейін ең бірінші ол бизнес қой. Так, жаңа бірінші сұрап отырған нәрсе социальный ответственный бизнес. Алдында келіп кеткендер емес пе? Алдында келіп Бизнес әлеуметтік жауапкершілік дейді. өкілі отыр онлайн. Алдында келіп тағы Жерден аласыздар. Қандай мамандар Категория Потому что желательно, да? да. Желательно. Енді ол жұмыс орны мына кісілер 8 адам келіп тұр ғой. Енді мен өзім извиняюсь, да? 8 адам келіп тұр ғой. Қазір мысалы мына Тағбен той жұмыс істеп жатыр ғой. Олар мысалы айына 20 тонна дейді приблизительно. Объем беріп отырса, олар соответственно обороттар үлкейеді. Мына кісілердің карьералық олар 40 тоннаға кетеді. Соответственно, олардың объемдары өседі. Объем өскеннен кейін жаңағы то же самое заводшы келіп ғой бізге қазір 80 адам деп отырмыз. Олардың немесі көбейеді. Мысалы жұмыс орнына Тағбенттің өзі ашады. Потому что олардың переработчиктер керек, анау жұмыстар керек болады. 8 адам. Сонда ана жұмысшыларға да бір условия жоқ қой, қарап отырсақ мысалы. Тамақты үйден балап алып барады мысалы үшін. Неге қазір бірақ бермейді. Осы ауылды қапалап өтіп, осы ауылға неге бір үлкен кісі салмайсыз сондай таңдап? Енді ауылға сіздер енді біз ауылдан болып сіздерге бірінші рет салық. Былтырдан бері біз енді жаңалықта да асфальт бұйырса салынып жатыр. Біреу проект бар демей тұр бізде. Медпункт тұр, иә? Медпунктымызды бұйырса жаңада белгілеп сіздер сұрақ қойдыңыздар ғой. Сіздерге аудан арқылы не береді деп ойлаймыз. Ол құр налогты жаңалық қылып түсіре алмайды ғой. Ауданға түсіргеннен, соответственно, ол Жоқ, налогтан былай мысалы үшін қанша жерімізді қамырда бір көшеде бір тапалап. енді тағы келсін Тағбен. Онымен Тағбенмен бөлек сөйлесейік. Жоқ, енді ана бұрынғысында бір жаңа дәуітті көз отыр ғой. Жылдар сен не біледі? Жоқ, иятшы. Мен жаңа сұрақ қойып отырғаным сол, социальный ответственный бизнес, әлеуметтік жауапкершілігі. Біз соған жете алмай жүрміз енді жастың жалғанда. Ең бірінші, давайте қаншама азаматтар жұмыс істеп отыр. Солай ғой. Жоқ, енді неге обещание береді деп қарамасақта, сен өзіңе керек болғаныңыз бар деп. Қазіргі уақытта жұмыс орны ашылған әзірге керек. Жұмыс орны ашылып, Қазір жоқ сағына кетіп бүкіл жұмыс жасап. Былай айтыңыздаршы, бізге қандай пайдасы бар осы жағында? Ауданға емес, жаңалыққа. Енді аудан Аудан жинап тұрған жоқсыздар ғой, бізді ашып тұрсыздар ғой, жаңалықтың халқына кешіріңіздерші, асфальтты жаңалық көз салып жатқан жоқ, басқа
Вопрос өзіне көтеріп Жарайды, топырақ болмаса асфальт болмай қала ма сонда бізге? егер бюджетте ақша жоқ болса асфальт басқасын нете алмай қоямыз қазір. Кісіге қарап, Осындай кәсіпкерлер қарап тұр шын айтқан кезде. әңгіме көп айтып жүр. Мен қорқам просто малдың өрісі қалмай қаламады қорқып. Жоқ, ол жағын қарау керек. Оған келісемін. Қайта деген жауап кетеді оны мен таң қарамын. Ашық қарады. Немесін қарау керек. Біздің де жаңа бәріміздің мақсатымыз бар ғой, не? Мына жерде. Жұмыс беруші, жұмыс ашуға келген кезде біз кішкентай қолға ұсталыс береміз. Жоқ, ол түсінік. Одан кейін салып түскенде әке салып бізге түскен нәрсе басқа жаққа кетпейді осы. Тарбағатай өзі үшін үкіметтің мойнында отырған еліміз ол, жасып жағалап жоқ. Өндіріп жатқан түріміз жоқ енді, ақшада бар ғой. Мен қазір жинап отырған салым 100 миллион теңгені ақша жинай осы ақшада. Басқа көп неміз жоқ. Ол бір аппараттың өзіне ана мектептің бір бюджетіне жетпейді деген шынайы көп келетін болса. Ол кішкентай қандай түсіністікпен қарайды. Каждый келген адам бір 4-5-10 жұмыс орнасы шағын және орта кәсіпкерлік не үшін қолдап жатырмыз. Айту, ең бірінші өз күнін өзі көріп, екінші қосымша болса да бір 2 жұмыс орны ашты. Солай берсе, одан салып түседі. Адамның бәрі. Ең бірінші критерий сол ел болады. Ал бірақ шынында жаңа айтады ғой, өнім жыл сайын ақырындап көтеріле барған сайын бізде шын талап қоя бастаймыз. Жарайды, салық бар, ортақ түсіп жатыр деймін, ауданға иә. Ал жарайды, мысалы үшін жай қарапайым ғана жаңа жылда біздің ауылда бір балаларымыз бір кәмпит алмайды ғой, мысалы үшін акиматтан, міне мына салықтан ағызып жеп жатыр. Мысалы өзіңіз ойлаңызшы, бөлек халық қыламыз деп отыр. Жоқ деп мысалда, иә, беріледі ғой мысалы, ешқандай жоқ. Көріп тұрған жоқ. Ана елдің ішінде белсенді жүрген азаматтың бірі өзісің ғой, екенбіз. Мен мысалы ұялмайтын жоқ та, ана осы наурызда жаңа әмен кім алды қарай. Қарай, так, өзің 2 жыл бардық қой екен. Мен жылда бір сенде мен сол жерде. Мен қара беремін. Ертең бір кәмпит болсын ал. Капитал Бізді жинап Келеді деді ғой. бұл кісілерге тоже талап Базарға барып, мен бардым, жандос барды. Сол кезде осындай қызыл дау болды. Сонда мен естіп отырдым. Ана жаңағы бұрынғы бентаникке отчет берді. Жаңа айтып жатыр ғой, сіздер түсінеміз, салық жағы Тарбағатай ауданына түссін. Сонда ана жаңалықтың әкімі Әбілқайыр сыйлық жасап беріңіздер, рахмет, әнші рахмет. Ол жақта ананы ол істеп береді де, сізге деген сол әдетті кәмпит керек жоқ. Шетін қоршаса деп айттық. Бенталиктің шетін кішкене ограждение жаста қанша мал өліп жатыр, жаңа айтып отыр ғой. Ол мәселе кәмпит емес. Ол ана қалжыңға айландырмай кәмпит анамынау деп. Просто енді маңырақ айтты, біздің бірдеңкемізді ұмытып та қалдым. Бірдеңкемізге ограждение жасап бердіңіздер, рахмет деді де, ауған несінің бір несіне үй сұрады. Соған үй қарастырсаңыздар дейді. Сонда ол кісі ойланамыз деді. Ол кезде бір Анатолий бірдеңке деген еще ана жақтан бір орыс бастықтары дейді. Сол кісілердің кәдімгі базарға шығып кетті ғой, сол кісіде болды. Сонда сөйтіп тағы шырылдады. Ол кезде ана Нұрпейіс Болат аға тоже келді депутат. Ол кісі айтты, ойбай, мен ашейін немене істетем, мына Қызылшай ағаның үйіне дейін сол жолды жөндетіп береміз деп айтқан. Біз соған мәз болдық. Хотя бы сол кезде. Малға шығып сол мышық қарай, қырға қарай. Ақша деп вообще бара алмаймыз көктем кезінде. Ана жеңіл машинамен көбіне кезекке барып шырайланып қайтып келеміз. Машина деген хотя бы сол жерге бүйтіп сәл болсын тас бірдеңке әкелген мұсылманның камаздар түсініп жолға жаңа қоғамдасты некеміз бар еді. Осы жиналыста айтқан мәселенің барлығын не ақ жаққа келіңізші. қазір бар
Алды қояды. Сіз екеуміздің алдымызда бір халықтың өлшеуі уәде берген болатын. Бірақ соны істемеді. істеген жоқ. Оны мен айтамын. жол мәселесі. Жол мәселесі. ойбай бір жолы істеп қатысамын деген. Жасап берген, оны айтыпты. Мен о жағынан ұялып тұрмысыздар. Ол мен сөйлескім сіздердің көтеріп громкий немене қойып қойып. Білесіздер ме? Парктың алдында жиналысқа Фактісін алып тұр. парктың алдында жиналысқа шыққанда мен сөйлестім. Давайте оны қояды. Ешқандай мәселе жоқ. Ал жаңағы айтып отырған өте дұрыс. Бұл біз бұл компанияға да сосын талап қоямыз. Енді аренада істеп жүрген адамдар бар ма ана ішінде жігіттер? шығарып жүрсіз бәрі екі жақпадан. біз сол маңыраққа бергенде Жоқ, көріп көре алмай тұрсақ ол жаққа қалай бересің? енді олар біраз ана қайраға ренжіді, қарындасым сен төркін, мен айтамын қыздың назары қатты. Жоқ, мен сыйласам күнде Енді енді дау кешемін. ол сайтты бір жерді қоршап беріпті. қайрақ болып кеткен. Мен оқысам орталыққа ақша берсе алып. Қарай, Жол айтып жүрген неше жыл болды ғой, Иә. мысалы сол ғой, басқа ештеңе сұрап отырған жоқ қой. оны естідік. жігіттер жолда алла мақтық болатын болса биылғы жылда көктем шыққаннан кейін грейдеровка жасатып қайратпен қазір ондай неменен бар деген. Бізде 6 жарым километрден жол бар мына ішінде. 1 километр 100 метр қазір асфальт. Құдай қаласа енді міне аудан әкім орынбасары деген отыр ғой, аудан әкімі де келеді. Жоспарымыз бар енді, мына кіреберісте бар ғой, онда ойластырып отырмыз. Алланың үйі 200 жылдан бастап бар ғой, ол. Ал жоқ, былтыр демен төгілді, біраз жасалды. Енді қазір грейдер көтеріп бар ғой, тағы жоспарымыз. Жолдың ішінде. Парктен жасалмай қалды, біз әлі барамыз екі қазір. Көктем шыққанда. енді ол ауыл жолын түсініп тұрмыз ол. Ара жігіт үйге тап береміз деп айта алмаймыз. Аудан келгенде 2-3 жыл болды, әлі міне көріп тұрсыздар, Ақсуат деп шатастырды. Біз енді келгенде осындай компаниялар шақырып, осындай бір жұмыс орындарын ашып, аяққа бір тұрып алып, содан кейін ақын жасамасақ, қай ауылға барғанда проблема? Жол әр жерде проблема. Бір көрші Ешқандай барады, әр жерде проблема. Bir kilometre asfalt, 1 kilometre. Енді сіздер ойлаңыз, қазір мысалы, менде бюджетке шығарды. 800 миллион бюджет кетті. Түсінесіздер? Ол тоже біраз қиындау. Бізге қазір республикада ақша тапшылық болып жатыр. Облыста 3 миллиардтай ақша жетіспей жатыр. Қазір біздің ауданда қиып жатыр ақшамызды. Беретін, өзі былай сұрап алатын ақшамыз ғой, өздерінің ақшаларын. Соны азайтып беріп жатыр. Былтыр 1 миллиард 200 субвенция алған. Қазір биыл 60 миллион субвенция. Ол үшін айтқан кезде біздің ана күнделікті тұрмысымыз бар ғой, светіміз бар төлеп жатқан, қарымыз бар төлеп жатқан, зарплата, анау сонымен әлі жетті. Осындай кәсіпкерлер шақырып, біз ақындық, түсінемін, жылда осы жаңалықта жылда мен бәрі көшені сразу отырып беремін деп айта алмаймыз. Қайтады ма, қайтады. Биылға 1-2 план бар, соны ақырда уақытында бізге әсірейді. Оны қазір бәріміз жаңылар кеткенмен, түк істемейді, бәрі кетпейді, аудан қарауды, бюджет аудан кетеді деген ол келмейді, ол бәрі бір нәрсе. Ол аржағында да ақырында істеу керекпіз, арақта істеу керекпіз, аржағында келген алдымыз да тұр, бәрі ауыз істеу керек. Ол тарпен ол жаңалық жоқ, ол тоже ауданға жүрген, білмейді. Оны тоже түсіністен қарайды. Сізді съездедік, мал жайында мен қазір тапсырма беремін, былтыр 10 миллион бөліп берген, мал жайының қазір определенный границ дейді өзі, пастбище. Естідан кейін қайтап дегендермен ешкімді айтқан жоқ та, қайтару керек сонда. Қазір болса, бұрын айтамыз енді қоғамдық тыңдауларды өткізу қағидаларына сәйкес қоғамдық тыңдаулардың нәтижелері бойынша кәсіпорын қоғамдық пікірді ескеруі және ұсынылған жобаға өзгерістер енгізуі тиіс. Бәрі көріп отыр дегенде. Біздің айтқанымыз сөзді көріп. Одан бейне жазбасы бар қоғамдық тыңдаулар хаттамасы
қоршаған орта мен табиғи ресурстардың жай күйі туралы ұлттық деректер банкінің сайтында жарияланады. Тапсырыс берушілер мен жолаушылар сұрақтарына толық және нақты жауап берді деп ойлаймын. Қоғамда тыңдауды өткізуге болады. Сондықтан регламент ескере отырып, тыңдауды жабық деп жариялаймын. Рахмет. Мгм. Ары қарай жаңа айттық қой.